Біздің тақырыбымыз өмір мен өлім, өмірдің мәні. Бүгін біз адамзаттың ең ежелгі әрі ең ауыр сұрағына тоқталамыз. Бұл адам өмірінің мәні және өмір мен өлімнің арақатынасы. Диалог 20 ғасырдың экзистенциализм ағымы аясында құрылады. Адамның еркіндігі, таңдауы, жауапкершілігі, өмірдің шектеулігі туралы ойлар. Кейіпкерлер Томирис өмірді үміт, мүмкіндік, құндылық деп түсінетін гуманист, ал Шоқан өмірдің өткіншілігі терең сезінетін, мән іздеуге күмәншіл экзистенциалист. Екеуі кешкі саябақта отырып, өмірдің ең негізгі мәселелерін бойлайды, қарастырады. Бірінші бөлім өмір туралы сұрақтың тууы. Білесің бе, бүгінгі дәрістен кейін басым ойдан босамай қойды. Адам не үшін өмір сүреді? Өмірдің мәні неде? Жауабы дайын сұрақ емес бұл. Сен осы туралы жиі ойланасың ба? Иә, бірақ ойлаған сайын жауап алыстай береді. Өмір қанша жарық болса да, оның соңында өлім тұрғанда мән табу қиын. Барлығын өшіруге дайын тұрған ақыр бар кезде өмірді мағыналы ету не береді? Мен керісінше ойлаймын. Өмір шектеулі болғандықтан ғана ол қымбат. Егер өмір шексіз болса, уақыттың құны болмайды. Ал бізге берілген әрбір сәт қайталанбайтын. Сол қайталанбас сәттердің қосындысы ол мәнге тең деп ойлаймын. Бірақ адам барлық нәрсені таңдай алмайды. Адам қай жерде туады, қанша өмір сүреді? Бәрі белгісіз. Осындай белгісіз өмірге мәнді өзіміз бере аламыз деп сену тым батыл емес пе? Өмір бізге дайын картаны бермейді, бірақ сол картада қай жолмен жүретінімізді таңдау еркімізде. Франклдың сөзі бар, адамның бәрін алуға болады, тек бір нәрсе ала алмайды. Кез келген жағдайда өз ұстанымын таңдау еркіндігін. Сыртқы жағдайға толық билік жүргізе алмаймыз, бірақ ішкі көзқарас тек өзімізге тиесілі болып келеді. Дегенмен адамның мақсаттары өзгеріп тұрады. Бүгін бір нәрсе маңызды көрінеді, ертең мүлде басқа нәрсе. Мен тұрақты болғаным сол. Қандай сенімде боламыз? Өмірдің өзі үнсіздік өзгеріс емес пе, ағын су сияқты. Мәннің өзгеруі әлсіздік емес, даму деп ойлаймын. Және де жас кезімізде бір нәрсе бағалы болса, есейгенде басқасы қадірлі болады. Бұл табиғи қозғалыс. Жарайды, ал өлімше. Біз қандай мән жасасақ та өлім бәрін тоқтатады. Әрқайсымыз жоқ боламыз. Осыны біле отырып, қалай өмірге сеніммен қарау болады. Өлім біздің істегенімізді тоқтатады, бірақ оның ізін өшіре алмайды. Адамның сөзі, ісі, жасаған жақсылығы өзінен кейін де жалғаса береді. Және де Абай айтқандай, сөз түзеледі, тыңдаушы сен де түзел. Ол өзі өткен соң да адамды тәрбиелеуді жалғастырып келеді. Өлім мағынаны өшірмейді, керісінше оған қатаң, өзгермейтін шекара береді. Сенің сөзіңді естіп, өлімді басқа қырынан көргендей болдым. Мүмкін ол қорқыныш қана емес шығар. Мүмкін, бірақ та стоиктер Мементо мори өлімде есіңде ұста деді. Бұл қорқыту емес, әр күнді түсініп өмір сүруге шақыру. Өлімді ойлаған адам бүгінгі күнге жауапкершілікпен қарайды. Ертең болмай қалуы мүмкін дүниені бүгін бағалайды. Демек, сеніңше адамның мәні оның артынан қалатын ісінде ме? Істе ғана емес, адам бір ауыз жылы сөзбен де біреудің өмірін өзгерте алады. Кейде ең үлкен іс, үлкен әрекет емес, жақсылығын, мейірімін, біреуге берген үмітін. Яғни өмірдің мәні біздің жасаған үлкен нәрседе емес, жүріс-тұрысымызда, ықыласымызда. Иә, өмірдің мәні ұлы идея емес, күнделікті таңдауларымыздың жиынтығы. Кейбір адамдар үшін мән білім, кейбіреу үшін өнер, ал біреулер үшін отбасы, тағы біреу үшін қоғамға қызмет. Әркімнің жолы әртүрлі, бірақ мен адамның қолымен жасалатын нәрсе. Сенің сөзіңнен бір нәрсені ұға бастадым. Егер мәнді адам өзі жасаса, онда жауапкершілік те өзіңде. Ал бұл ауыр емес пе? Керісінше бұл еркіндік деп есептеймін. Себебі өмірдің мәнін ешкім сенің орнына әкеліп бермейді. Бірақ оны жасау мүмкіндігі сенде. Бұл үлкен жауапкершілік, сонымен бірге үлкен күш. Мен бұрын өмірді мәнсіз ететін нәрсе өлім деп ойлаушы едім. Қазір керісінше сезіліп тұрғандай. Өлім бізге мән жасап үлгеру керектігін еске салатын белгілі екен. Я, дұрыс айтасың, Шоқан. Өлім нүкте емес, мәнді анықтайтын шекара.
Сонымен ойланып отырсақ, өмірдің мәні дайын күйде берілмейді. Ол адамның таңдауы, ісі, қарым-қатынасы арқылы жасалады. Өлім адамның өмірін тоқтатса да, оның мағынасын жоймайды. Мен бүгін бір нәрсе жаңа түсіндім. Өмірдің мәні жоқ емес, ол біз күтетін жерде емес. Біз өзіміз жасайтын жерде өлім туралы ойлау өмірді қадірлеуге үйретеді.